Иық сүйегінің анатомиясы мен травматологиясы. Жалпы бізде иық сүйегін 3 бөлімге бөліп қарастырамыз. Ол иық сүйегінің проксимальды бөлігі, иық сүйегінің диафизді бөлімі, иық сүйегінің дистальды бөлімі деп қарастырамыз. Жалпы осы иық сүйегінің проксимальды бөлімінде қандай сынықтар болады? Ең бірінші осы анатомиялық түзілімдерін қарайық. Ол бізде иық сүйегінің басы. Ол бізде екінші жауырынның мойнымен қосылып, бізде осы жерде иық буынын құрайды. Енді ары қарай екінші түзілім ол анатомиялық мойыны бар, тура жаңағы бастың тура астында орналасады, иық сүйегінің басының астында орналасады. Екінші хирургиялық мойын. Хирургиялық мойын дегеніміз мына үлкен жаңағы бугорокпен, жаңағы төмпешікпен, кіші төмпешіктің астында орналасқан мойын. Оны хирургиялық мойын деп атаймыз. Енді бұл жерде қандай сынықтар болады? Ең бірінші бізде иық сүйегінің басының сынуы. Екінші, иық сүйегінің анатомиялық мойынның сынуы. Ол бізде буын ішілік сынықтар деп аталынады. Екінші сынықты ол буыннан тыс, яғни бұл жерде буын түзуге қатыспайтын құрылымдардың сынуы. Оған бізде үлкен төмпешіктің жекеленген сынығы, кіші төмпешіктің жекеленген сынығы бар. Одан кейін хирургиялық мойынның сынуы. Осындай сынықтармен біз анатомияны оқысақ, травматологияны қосып, сол кезде біз анатомияны, травматологияны жақсы түсінетін боламыз.